Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді және лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен қантымыз бен жұмыртқамызды венчиктің көмегімен жақсылап араластырып соғып аламыз. Қантымыз ерігенше соғамыз. Кейін үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне құрғақ ингредиенттерімізді бөліп қосамыз. Сол кезде қамырымызды илеуге оңайырақ болады. Құрғақ ингредиенттердің қалған бөлігін қосып, осылай қолмен қамырды илейміз. Бұл тестімен кез келген пирогтарды пісіруге болады, салмасын өзгертіп қалауыңыз бойынша. Осылай дайын болған қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Кейін формамызға май жағып алып, қамырымызды осылай формамызға жайып шығамыз. Бортиктарын жасаймыз. Салмасы үшін вареная сгущенканың үстіне осылай тазартылған жаңғақтарымызды салып араластырып аламыз. Қамырдың үстіне салмасын салып жайып шығамыз барлығын. Міндетті түрде қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30-35 минуттай пісіреміз. Бірақ сіздің пешіңіздің қуатына байланысты уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Пирогты міндетті түрде пісіріп көріңіздер, өте дәмді. Үйдегілерге ұнайды деген ойда болам. Сенімдемін. Дайын болған пирогымыздың үстіне осылай шоколад жағып шығуға болады қалауыңыз бойынша. Кескен кезде осындай болып шығады. Қамыры өте жұмсақ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.